Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде қазақ тілі сабағының ары қарай жалғастырамыз. Өткен жолы біз сіздермен қазақ тілінің жеке салаларына тоқталған болатынбыз. Ол жерде біз фонетика саласын толықтай сол сабақта қарастырып үлгердік. Енді бізде бүгін лексика саласы, менің ойымша, бұл қазақ тіліндегі ең оңай сала. Бұл жерде өйткені сіздер көп нәрсені онсыз да білесіздер. Көп нәрсені онсыз да білесіздер, сондықтан қиналмайсыздар деп ойлаймын. Бірақ сонда да осы салаға не жатады, нені қарастырамыз, соның барлығын біз екі сабаққа бөліп өтеміз. Бүгін бірінші сабағын, одан кейін ары қарай жалғасын екінші сабақта. Яғни екі сабақта біз лексика саласын толық қарастырып шығамыз. Ең алдымен әдеби тіл дегеннен бастайық. Жазба әдеби тіл деген не? Әдеби тіл болады, және біздің күнделікті өмірде қолданатын тіліміз. Яғни жазба әдебиет арқылы жүйеге түскен, жалпыға бірдей міндетті әрі дұрыс қабылданған нормасы бар тіл деп қарастырамыз. Яғни әдеби тіл ол көркем шығармалардың тілі, әдеби тіл ол барлығымызға ортақ тіл. Яғни осы әдеби тілде сөйлеген кезде барлық осы тілде сөйлейтіндерге, осы қазақ тілінде сөйлеушілерге ол түсінікті болуы керек. Әдеби тіл деген барлығына ортақ тіл. Ал осыны бізге анықтап алу керек басты. Енді ары қарай бізге лексикалық норма деген бар. Яғни әрбір әдеби тілдің жалпыға ортақ сөз байлығының қалыптасқан тұлғада баршаға түсінікті де ортақ мағынада жұмсалуы. Біз, егер сіздер естеріңізде болса, қазақ тілі сабағында сатылай кешенді талдау деген болатын. Әртүрлі талдауға бөлетініміз фонетикалық талдау, яғни сөзді дыбыстар бойынша жіктеп шығып, әр дыбыстың қандай түріне жататындығын анықтау керек болатын. Одан кейін лексикалық талдауда ол сөзді мағынасына қарай біз талдайтынбыз. Және сол жерде оның лексикалық мағынасын, грамматикалық мағынасын қарастыратынбыз. Және осы жерде енді лексикалық норма деген терминге назар аударсақ. Ол әдеби тілдің жалпыға ортақ сөз байлығының қалыптасқан тұлғада баршаға түсінікті де ортақ мағынада жұмсалуы. Яғни дидар, жүз, өң деген сөздердің барлығы бізге адамның беті, көркі дегенді білдіреді. Белгілі бір өңірлерде мүмкін бәден деген сөз қолдануы мүмкін, бірақ ол бізде уже лексикалық нормаға жатпайды. Тәрізді, сияқты деген сөздер бәрімізге түсінікті, ал оның орнына біреу рәуішті деп айтса, ол лексикалық нормадан ауытқып тұрған сөзді қолданып тұр. Ол бәлкім бір жерде ғана қолданылатын бір диалектті сөзді ғана айтып тұрған шығар. Мүмкін мағынасы таныс емес, басқа тілден енген сөзді айтып тұрған шығар. Демек түсінікті ғой, лексикалық норма болса, ол бәрімізге түсінікті әдеби тілге жататын сөз болу керек. Жалпы лексика нені қарастырады? Ол өзі лексика дегеніміз бір тілдегі сөздердің жиынтығы. Яғни қазақ тілінде қанша сөз бар болса, соның бәрі осы лексиканы құрайды. Одан кейін бізде сөздік құрам деген термин бар. Сөздік құрам бар жерде сөздік қор деген термин бар. Енді осы екеуінің бір-бірінен қандай айырмашылығы бар, соны нақтылап алайық. Сөздік қор бар және сөздік құрам бар. Сөздік құрам сөздік қорға қарағанда үлкен болады. Яғни көлемі оның көп болады. Ал сөздік қордың көлемі сөздік құрамға қарағанда кішірек болады. Сөздің мағынасына қараймыз. Қор, яғни қор деп нені айтамыз? Белгілі бір ыдысқа бір нәрсені жинайтын болсақ, сол нәрсе қор болады. Белгілі бір қайырымдылық қорлары болады. Мысалы, белгілі бір жерге ақшаны жинау, немесе тағы да басқа. Яғни жинақталған бір нәрсені біз қор деп айтамыз. Тілде де тура солай. Тілдің кез келген тілдің өзінің бір базасы болады. Яғни белгілі бір тілде өте жиі қолданылатын сөздер болады. Мысалы, сіздер егер басқа тілдерді үйренетін болсаңыздар, мысалы ағылшын тілінде
ютубқа кіріп қандай сабақтар бар деп қарасаңыздар, мысалы тұрады, иә, ағылшын тілінде қолданылатын, ең жиі қолданылатын 500 сөз, немесе осы тілдің, мысалы орыс тілінің базасын құрайтын 1000 сөз деген сияқты. Осындай сөздер бізде қазақ тілінде де болады, яғни кез келген тілде болады ондай. Қазақ тілінің негізін құрайтын негізгі өзіміздің төл сөздеріміз бізде сөздік қор болып табылады. Оның көлемі кішкентай болады, және ол көлемі кішкентай болса да, ол тілдің базасы, былайша айтқанда тілдің фундаменті болып табылады. Сол қордан келіп бізде сөздік құрам шығады. Яғни ол сөздік қордағы сөздер ол өзгермейді, сол жерде тұрады. Уақыт өте ол сөздерді біз өзгертіп, жаңа сөздер ойлап таба аламыз. Сосын басқа тілдерден өзімізге сөздерді енгіземіз. Мысалы, кірме сөздер бар. Бір уақытта ғылыми сөздерден терминдерді енгіземіз. Бір уақытта әртүрлі жаргон сөздер енеді. Әртүрлі бір тарихи сөздер кейде жаңғырып, архаизмдер, историзмдер қайтадан тілімізге еніп жатады. Кейбір сөздер тілден көнеріп шығып жатады. Мұның барлығы сөздік құрамның ішінде болып жататын процестер. Өйткені сөздік құрамның жалпы көлемі өте кең, ол ауысып жүре береді де, ол көлемі ішіне барлығын қосып алады. Ал сөздік қор ол өзгермей тұрады. Сөздік қордың ішінде, мысалы, бас деген сөзді алсақ, яғни адам дене мүшесі бас. Ол сол сөздік қордың ішінде нақты тұратын сөз, негізгі сөз. Ал егер біз одан алып жаңа сөздер шығаратын болсақ, басшы, баспахана, баспана деген секілді жаңа сөздер, оның барлығы сөздік құрамға жататын болады. Ары қарай сөздік құрам мен сөздік қорды түсіндіңіздер деп ойлаймын. Көлемі үлкен ол сөздік құрам, ал негізгісі фундаменті ол сөздік қор. Ары қарай бізде лексиканың қарастыратын саласының бірі лексикология, және лексиканың басты зерттеу нысаны ол сөз болады. Фонетикада басты зерттеу нысаны дыбыс болса, енді ары қарай біз тақырыбымызды кеңейтеміз, сөздерге көшеміз. Сонымен қатар лексика дегенде бізде семасиология деген сала бар. Ол бізде сөздің мағыналарын тексереді, яғни сөз қандай мағына беретіндігін. Одан кейін кез келген сөздің бір шығу тегі болады, шыққан төркіні болады. Не себепті ол сөзді біз сол затты неге солай атайтындығымыздың белгілі бір тарихы болады, оны этимология қарастырады. Одан кейін жаңа айтылып өткен лексикография, ол сөздіктерді, сөздік жасауды, олардың барлығын жүйелеп, әртүрлі сөздіктерге бөлуді, сөздерді қарастыратын ғылым. Жалпы сөздіктерінде бірнеше көптеген түрлері бар. Түсіндірме сөздік, жалпы фразеологиялық сөздік деген сияқты сөздіктердің түрі көп. Және фразеологияда осы лексикаға жатады. Фразеологияны есімізге түсіретін болсақ, ол бізде тұрақты тіркестер, яғни фразеологиялық сөздер деп айтамыз. Және бізде лексиканы сөздің мағынасын қарастырады дедік. Сөз мағынасы дегенде біз білеміз, тура мағына бар, ауыспалы мағына бар, көп мағына бар, және сөздің мағынасына қатысты синоним, амоним, антоним бар. Мен ойлаймын, сіздер синоним, амоним, антонимді өте жақсы білесіздер, бұл өйткені өте оңай. Тура мағына мен ауыспалы мағына естеріңізде ме? Тура мағына ол бізде сөздің бастапқы негізгі түпкі мағынасы. Тура мағына заттың немесе құбылыстың атын тура атап көрсетеді. Яғни қол десек, ол міндетті түрде ол адамның дене мүшесі деген нәрсе ойымызға келеді. Аяқ десек, ол міндетті түрде адамның аяғы немесе белгілі бір жануардың аяғы деген дене мүшесі есімізге келеді. Көз десе де солай, немесе басқа бір етістіктерді айтсақ та, кел, тұр десек те, ойымызға тура өзінің түпкі мағынасы келеді. Ал енді ауыспалы мағына дегенде, мынау бізде мысалдар, жаңағы айтып өткен мысалдарым. Енді ауыспалы мағына дегенде, ауыспалы мағына бізді сөздің тура мағынасынан келіп шығады. Соның негізінде қалыптасады және ойды көркемдеп жеткізу үшін қолданылады. Оның барлығы өте ұзақ жылдар бұрын шыққан нәрсе.
бірақ бізге соның ауыспалы мағына екенін ажырата білу керек. Мысалы, оның бәрі сол тура мағынадан келіп шығады. Ауыспалы мағынаны біз ойдан шығара салмаймыз. Мысалы, адамның басы тура мағынада және ол адамның дене мүшесінің жоғарғы бөлігінде орналасқандықтан біз оны солай атадық. Ал енді біз егер тауға қарайтын болсақ, таудың жоғарғы бөлігін таудың басы деп айтамыз, иә? Бұл жерде ұқсатудан туындап тұрған ауыспалы мағына. Яғни таудың адамдікі секілді басы жоқ. Бірақ оның жоғарғы бөлігін, адамның да жоғарғы бөлігі бас болғандықтан, соны жаңағы тауға қарап ұқсату арқылы солай атап кетеміз. Сөйтіп біздің ата-бабаларымыз атап кеткен, сөйте келе ауыспалы мағына шыққан. Оның барлық көпшілігі ұқсатудан шығады. Мысалы, адамның құлағы, иә, құлақ біздің дене мүшеміз. Ол бастан бүйтіп шығып тұратын дене мүше болғандықтан, тура соған ұқсас. Мысалы, қазанды аламыз. Қазанның өзі адамның басына ұқсайды, және оның ұстайтын екі жері адамның құлағын еске салады, иә, сырт пішіні жағынан. Сосын аламыз да қазанның құлағы деп айтамыз. Бірақ шын мәнісінде қазанда тура адамдікінде құлақ жоқ. Біз оны мағынаны ауыстыру арқылы солай атап тұрмыз. Тура сол секілді мағынаны ауыстырудан бізде ары қарай күрделене келе тұрақты тіркестер шыққан, осы фразеологиялар шыққан. Оны да қазір алдағы уақытта қарастыратын боламыз. Мысалы, міне күннің көзі, бұлақтың көзі дейміз, иненің көзі дейміз, сөздің төркіні, ел құлағы дейміз. Мысалы, суық деген сөздің түпкі негізгі мағынасы ол кәдімгі біздің сезетін суық қой, яғни суық ауа райы болуы мүмкін, суық су болуы мүмкін. Бірақ біз оны мағынаны ауыстыру арқылы суық хабар деп айтамыз, иә? Хабардың ондай біз сезетіндей суықтығы жоқ, бірақ біз суық хабар деп белгілі бір жаман жаңалықты айтамыз, иә? Жақсы, ары қарай бізде сөздің көп мағыналылығы деген ұғым бар. Бұл жерде енді қатты бір күрделі бір тақырып жоқ сияқты болып көрінуі мүмкін, иә? Антонимді білеміз, мағынасы қарама-қарсы сөздер. Амоним бірдей дыбысталатын, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Синоним ол әртүрлі дыбысталатын, бірақ мағыналары бір сөздер. Енді бізде сөздің көп мағыналылығы деген нәрсе бар. Яғни оны басқаша тілде полисемия деп айтады. Ол бір сөздің бірнеше мағынаға ие болуы. Мысалы, түп деген сөзді алсақ, түп ол бізде бір заттың төменгі ішкі қабаты, яғни ыдыстың түбі дейміз. Оның екінші бір мағынасы бар, өсімдіктің жер асты бөлігін түбі деп айтамыз, ағашты өсімдікті түбімен қопарып алды десек. Үшінші мағынасы ол өсіп тұрған немесе қазып алынған өсімдіктерді айтамыз, мысалы, жас ағаштарды салайын деп жатсақ, біз ағаш отырғызып жатыр деп емес, көбінесе 5 түп отырғыздық, мысалы, 2 түп ағаш салдық деп айтамыз. Не болмаса, төртінші мағынасы бар, бөлменің ең бір түпкі шеткі бөлмені түпкі бөлме деп айтады. Бесінші мағынасы адамның шыққан тегінде айтады. Менің шыққан түбім осындай рудан, менің тегім түбім осы деп айтып жатады. Және соңғысы бір нәрсенің жаны қасы. Мысалы, Мәскеудің түбінде, сонау Берлиннің түбінде деген секілді жерге қатысты, локацияға қатысты айтылады. Енді бізде көрдік, бір сөздің бірнеше көп мағынада болуы мүмкін. Ол да мынау ауыспалы мағынаға жақын келеді. Жаңағы бас деген сөздің өзі адамның басы, таудың басы, жұмыстың басы, айдың басы, жиналыстың басы деп айтсақ, ол да бір бас сөзінен шығып тұрған бірнеше көп мағына. Енді амонимді білеміз, оны айттық біз, шығуы жағынан да, мағына жағынан да басқа айтылуда, жазылуда. Бірақ айтылу мен жазылу бірдей сөздер дедік. Ат десек ол жұмыс көлігі, ат десек ол есім, атау, ат десек ол етістік бұйрығы, иә? Ат деген енді жұмыс көлігі, жылқы деген мағынада айтылып тұр. Енді амоним мен көп мағыналы сөздерді бір-бірінен қалай ажыратамыз деген сұрақ туындауы мүмкін. Көп мағыналы сөздер басты айырмашылығы, көп мағыналы сөздер олар бір ғана сөз табына қатысты болады. Бұл жерде біз түп деген сөзді алсақ, барлық мағынасында алып қарасақ та ол бір ғана сөз табында тұрды, яғни зат есімі болып тұрды. Ал амонимді алып қарасақ, мына жерде біреуі етістік, ал екінші қалған екі сөздің мағынасы бізде зат есім сөз табында тұр.
Осы жағынан алғанда амоним сөздер мен көп мағыналы сөздердің бір-бірінен айырмашылығы бар. Сол жағынан біз шатаспауымыз керек. Енді жалпы қолданыстағы сөздер және қолдану аясы шектеулі сөздер болып бөлінеді. Жалпы лексикадағы барлық сөздер. Жалпы қолданыстағы сөздер деген бізге түсінікті, иә? Ат айтып тұрғандай, ол сөздерді бәріміз қолданамыз. Кімге айтсақ та бұл сөзді түсінеді. Мысалы, бар, кел, отыр, кітап, дәптер десек, ол сөздерді бәрі біледі. Ал енді қолдану аясы шектеулі сөздер болады, яғни оны айтқан кезде оның мағынасын бәрі бірдей түсіне бермейді. Осы екі категориядағы сөздердің барлығы лексикаға жатады. Қолдану аясы шектеулі сөздер. Бізде олар кәсіби сөздер, яғни белгілі бір кәсіпке байланысты айтылатын термин сөздер, көнерген сөздер, диалект сөздер, тұрақты тіркестер, табу сөздер, кірме сөздер, неологизмдер және кей жерде нақыл сөздер мен мақал мәтелдерді де осы қолдану аясы шектеулі сөздерге жатқызамыз. Осының әрқайсына келесі сабақта тоқталатын боламыз, өйткені бұлардың әрқайсысы өз ішінен бірнеше түрлерге бөлінеді. Ал енді бізде қалған уақытта өткен сабақ бойынша өткен білімімізді нығайту мақсатында, тексеру мақсатында осы бір тестті орындап көрейік бірге. Өткен сабақта біз фонетика саласын өттік. Тек соған қатысты тақырыптық сұрақ. Үндестік заңын зерттейтін тіл білімінің саласы, әрине ол егер дыбысқа қатысты болса, міндетті түрде ол фонетика болады. Келесі тоғыспалы ықпал қатысқан сөз есімізде болса, тоғыспалы ықпалдың байқалатын белгілері өзі бар екенін, бірнеше өзі екі дыбысты қосқан кезде тоғыспалы ықпал болатындығын айтқан болатынмын. Қай дыбыстар екенін естеріңізде ме? Мына жерде н және к дыбыстарын қосқан кезде ң және г дыбысын береді дедік. Сондықтан бізде екінші сұрақта а нұсқасы болады. Келесі бізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшасы бар сөйлем. Яғни буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар естеріңізде болса, бұл сұраққа өте оңай жауап бересіздер. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаның бірі бізде көмектес септігі болды, иә? Яғни бұл жерде асықпаған арба мен қоянға жетеді. Яғни арба мен деген сөз. Сөз бен сөздің аралығындағы кейінді ықпалды сөйлем дейді. Яғни сөз бен сөздің аралығында. Бұны табу үшін бізге бұны дыбыстап көру керек. Кітап оқу арқылы өмірді әр қырынан танимын. Яғни кейінгі ықпал болса, бізде стрелка артқа қарай барады. Яғни кейінгі дыбыс өзінің алдында тұрған дыбысқа әсер етеді. Кітап оқу естігенді ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Оның бар әңгімесі аңшылық туралы ғана. Оралхан Бөкей көркем сөздің зергері, ол ұйымдастырғыш қабілетімен көрінді. Бізде жаңа болған кейінгі ықпал кітап оқу, иә? Егер қарасаңыздар, о дыбысынан п қатаң дыбысы б болып яңданып естілді. Келесі бізде үнді дауыссыздар қатары, иә? Бізде үндіні білеміз, л, м, н, р деген секілді үні бар, үн шығара, сәл болсын үн естілетін дауыссыздарды айтамыз. Бұл жерде бізде д нұсқасындағы у, и, н, р дыбыстары, басқаларында ұяң мен қатаң дыбыстары қатысып кеткен. 6-шы сұрақта тұйық буыннан келген сөздер кездесетін мақал мәтел, яғни тұйық буын болу керек. Яғни алғашқысы тұйық буын болу керек. Өйткені тұйық буыннан келген деп сұрап тұр бізде. Яғни біріншісі тұйық буын болған сөз. Бізде ол ұрлық, ұр деген алғашқы буын тұйық буын. Ары қарай 7-ші сұрақта түбір мен қосымша аралығындағы ілгерінді ықпалы бар сөйлем. Біз оны енді түбір мен қосымшаның арасынан іздейміз. Өзен жағалағанның өзегі талмас. Жағалағанның, бұл жерде бір байқала қоймайды. Ақымақ бұзуға бар, түзеуге жоқ. Сынықтан басқанның бәрі жығады. Күннің жарығы көлеңкесіне түспейді. Бұл жерде де қатты мен ілгерінді ықпал байқап тұрған жоқпын. Ашса алақанда, жұмса жұдырығында. Ашса, біз өткеніміз бойынша ш дыбысы өзіне ұқсатады дедік.
Құрамында екі үнді дауыссыз дыбыс қатар қолданылған сөз дейді. Үнді дауыссыздарды білеміз. Екеуі қатар келіп тұрған, бұл жерде қатар келіп тұрған а ғана емес, қалғандарының барлығы, адан өзгенің барлығында екі дауыссыз қатар келеді, бірақ оның ішіндегі үндісі ол тек и мен у дыбысы ғана. Кешіріңіздер. Ары қарай бізде 9-шы сұрақ, бірыңғай жіңішке дауысты дыбыстардан тұратын сөйлем. Яғни сөйлемнің ішіндегі сөздер бірыңғай жіңішке дауыстылардан тұру керек. Алғашқы нұсқада сөйлемнің де сөздің де өз әуені керек. Бұл жерде жуан дауысты қолданылмаған, бірыңғай жіңішке дауыстылардан тұрады. Сөйлемнің де сөздің де. Ары қарай бізде 10-шы сұрақ. Сөздің барлық буында жазылатын дауысты дыбыстар қатары. Дауысты дыбыс сөздің басында келуі мүмкін, ортасында келуі мүмкін, немесе аяғында келуі мүмкін. Кейбір дауысты дыбыстар сөздің аяғында келмейді. Мысалы, о деген, ө деген дыбысқа аяқталатын қазақ тілінде сөз жоқ. Ал бізде сөздің барлық буында, былайша айтқанда, әмбебап түрде келе беретін дыбыс ол а және е дыбыстары. Буын үндестігіне бағынбайтын сөздердің қатары естеріңізде болса, біз олардың әрқайсысын жұрнақтармен танысқан болатынбыз. Соның ішінде паз, қой, кер, гер деген секілділер болған. Бұл жерде бізде әзілқой, өнерпаз нұсқалары. Тасымалданбайтын буыны бар сөздер қатары. Қандай сөздер тасымалданбайды? Бізде егерде сөзді буынға бөлгенде бір буыны жеке тұрып қалып қоятын болса, ол сөзді біз жазу барысында тасымалдай алмаймыз. Сонда бұл бізде қария және ара сөздер болады. Яғни дәптерге жазып жатқан кезде бір жаққа а деп, екінші жаққа ра деп, оны біз тасымалдауға болмайды. Бұл қате болып есептеледі. Ары қарай ілгерінді ықпалды сөз, яғни дыбыс өзінен кейінгі дыбысқа әсер етіп тұрса, алдыңғы дыбыс кейінгі дыбысқа. Бұл жерде дыбыстау арқылы таба аламыз. Мысалы, көкжиек деген сөзде көкжиек, яғни ж дыбысы к-ға әсер етеді. Демек, бұл кейінді ықпал. Ары қарай әлде қайда деген нұсқада е дыбысының қ дыбысына әсер ететінін байқаймыз. Демек, бұл бізде ілгерінді ықпал. Тұйық және бітеу буыннан құралған сөздер қатысқан қатарда бізге тек қана тұйық және бітеуден тұратын сөзді табу керек. Яғни дауыстыдан басталып дауыссызға аяқталу керек. Келесі буыны дауыссыздан басталып дауыссызға аяқталу керек. Бұл бізде әрине еңбек, ермек, ынсап деген нұсқа. Енді бізде 5 сұрақ қалды. Сөз бен қосымша аралығындағы кейінді ықпал, яғни сөз және қосымша түбір мен қосымша арасынан іздейміз. Су айнадай таптаза екен. Бұл жерде ешқандай ықпал білінбейді. Менің сұрағаным бола қоймады. Бұл жерде ықпал бар, бірақ сөз бен сөздің арасында. Сөйлеп тұрған бала кенеттен тоқтай қалды. Бұл жерде де сөз бен сөздің арасында. Тарихи өлкетану мұражайын ұйымдастыру қолға алынды. Бұл жерде ешқандай ықпал білінбейді. Менің қазақ тілін үйренгім келеді. Яғни үйренгім келеді деген сөзде ың дыбысы жоқ болса да, біз оны естіп тұрмыз. Ол г дыбысының әсерінен. Келесі, бірыңғай қысаң дауыстылардан тұратын сөздер, яғни қысаң дауыстылар естеріңізде, ашық қатыспаған сөздердің нұсқалардың барлығын алып тастаймыз, және сол жерде бізде қалатыны тыныштық, үлгілі, туыс деген сөздер. Келесі сұрақта бірыңғай жуан буынды сөзі бар сөйлем. Яғни жуан буынды, жуан дауыстыларды есімізге түсіреміз. Жіңішке дауыстылары бар нұсқалардың барлығын алып тастаймыз. Бұл бізде е нұсқасы, д нұсқасында, ц нұсқасында бізде бізде сұрақ былай екен. Бір сөздің ішінде бірыңғай жуан буын болуы керек. Сондай сөзі кездесетін нұсқаны табу керек. Яғни сөйлемнің барлығы жуан буынды болып шарт емес. Сонда бұл жерде бірыңғай жуан буыннан тұрған сөзді ғана табу керек. Сол нұсқаны белгілей саламыз. Бұл бізде Асылбек кітабын сөмкеге салғызды. Салғызды деген сөз. Салғызды бірыңғай жуан дауыстылардан тұр. Келесі бізде сұрақ буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар. Өткен сұрақтардың ішінде осыған ұқсас мысалдар кездесті.
ары қарай 19-шы сұрақта жұп дауыссыздарды табу керек. Яғни жұп дауыссыздар дегенде бізде біреуі ұяң болса, біреуі қатаң болу керек, немесе біреуі үнді болса, біреуі қатаң болу керек. Сондай нұсқалар бізде бұл жерде Ш және Ж, Б және М, және Г және К нұсқалары. Яғни бұл жерде біреуі ұяң, біреуі қатаң. Басқа нұсқаларда қарап отырсаңыздар, қатаң мен қатаң берілген, барлық нұсқасында қатаң мен қатаң берілген. Олар бір-бірімен жұп бола алмайды. Соңғы сұрақта сіздер енді ең оңай сұрақ деп ойлаймын, бітеу буынды сөздер бізде дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталады. Осымен біздің тақырыптық тестіміз аяқталды. Қарап отырсаңыздар, бұл жерде бұрынғы үлгі бойынша 8 вариант, бірақ жаңа үлгі бойынша білесіздер, 8 вариант емес, енді 6 вариант болады. Бірақ сіздерге практика үшін тіпті өткен жылдардың тесттерінде талдай берген дұрыс, сіздерге ол артық кем болмаса, ол артық болмайды, оның сіздерге беретін практика жүзінде беретін пайдасы зор. Сонымен бізде бүгінгі сабақта лексика саласының алғашқы бөлімін өттік. Келесі сабақты да осылай тест арқылы бекітіп, оның өтілмей қалған тақырыптарын бірге аяқтаймыз. Келесі сабақта кездескенше.